Аға, бір күнде қанша ақша табасыз? 15-20 мың табамыз құдайға шүкір. Соңғы рет братан өзіңізге қашан уақыт болып демалдыңыз? Уақыт тауып демалған жоқпын. Қашан соңғы рет киім алдыңыз? Мартта алдым деймін. Давайте мен сізге 30 мың теңге берем. Бүгін күніңізді менімен өткізесіз. Жарайды. Өзіңізге бір керекті не деп ойлайсыз, не істетуіңіз керек? Ең керегі адамға түс қой сол. Түс? Не болған түске? Көрсетуге де бір жағынан не аласың? Мәссаған, братан. Если істей алатын болсақ, оны да істейміз. Танысқаныма қуаныштымын, братан. Кеттік. Келіншегім жоқ, ажырасқан. Осы кезде бір өзім тұрып жатырмын. Балаңыз бар ма? Жалғыз, единственный балам бар. Ол кісімен ажырасқан. Мынау биыл тұрып жатқан келіншегімен еш нәрсе жақпаймын, сөздің шыны. Ол келіншегім кетіп қалған менен. Оған ұнамай қалғаны бір-ақ нәрсе бар да. Енді түс қой. Түс па? Болды, братан. Осы проблеманы бүгін шешеміз. Мына братан, сразу сізге 30 мың теңгені беріп қояйын. Bir күндік ақшаңыз. Енді бір күн бізбен уақыт өткізетін боласыз. Кеттік па? Кеттік. Шешем әке бала кезімізді тастап кеткен, шешеміз енді дүние салды, рактан кетті ол кісі. Өзім жалғызбын, екі қарындасым бар, енді екеуі де екі жақты тұрмыста. Әкем 5-6 жасымдан бастап кетті. Сонымен шешеміз ойбай мына бала шағаларым аш қалмасын, киімі бөтен болсын деп шырылдап жүріп кеп ракқа ұшыраған. Өзі де білмей қалды. Рактың несін үлгере алмай қалды, кесіп алып тастауға. Әлі сағынамын. Бірақ ешкімге андай қылып көрсеткім келмейді, бірақ мықтылығым келеді да. Бірақ бүйтіп көпшіліктің арасында бүйтіп жылаған емеспін. Бірақ іштей тынамын да. Анам болса ше, мен күні-түні табаннан сүйіп кешірім сұрап едім. Жыламағалы бір жыл болды. Бірақ іштей тынып келе жатырмын. Жүрегін есік қылған жұмақтың бақшасына. Ал достар, киімдер таңдап алдық, енді оларды ауыстырып сіздерге көрсететін боламыз. Ал достар, ағамызды көріп тұрғандарыңыздай киімдерін әдемілеп реттедік, шаштарын әдемі прическа істедік. Енді сауап істесең сонда дейін істе дейді ғой. Аға, сіздің ең басты арманыңыз не еді бізге басында жолыққанда? Тісері. Енді общий суммасы где-то 500 мыңға барады. Ондай суммаға мен қазір сіздің тісіңізді істеп бере алмаймын. Сөздің ішіне керек қаражат жетпейді.